Бүгінгі өтіп жатқан президенттік сайлау тек қана саяси науқан емес, сонымен қатар үлкен мереке іспетті. Себебі еліміздегі әрбір адамның дауысы маңызды. Әрбір қазақстандық сайлауға қатысуды азаматтық борышым деп біледі. Өйткені дұрыс шешім мен нақты таңдау кемел келешектің бастауы. Темір жол саласы отбасылық мамандыққа арнаған Ахметовтар отбасы үшін де бүгінгі күн айрықша. Үсентай Ахметовтың шаңырағы таң сәрден ерекше дайындық үстінде, себебі сайлау бұл отбасы үшін үлкен маңызға ие. Өмір бойы темір жол саласында еңбек етіп келе жатқан ардагердің жақындары да өз сіңді осы салада тер төгіп келеді. Жалпы темір жолда біз 45 жыл қызмет жасап келе жатырмыз. Біздің Ахмет әулетінің өзінен 47 жанұя қазір темір жолда қызмет жасайды. Оның бәрін қосқанда 1264 жыл қызмет жасаппыз. Бұл енді ойлайым, халық үшін, ел үшін жасап жатқан еңбек деп ойлайым. 2000 жылдың басында Астанаға кішкентай ғана станциядан қоныс аударған Ахметовтар отбасының бірлігі мығым. Бұл шаңырақ мерейлі отбасы республикалық жобасының да жеңімпаздары. Ел үшін ерінбей еңбек етіп келе жатқан отбасының әрбір мүшесі елдегі саяси оқиғаны назардан тыс жібермейді. Осы әрбір азамат өз дауысын беру маңызды деп ойлаймын. Негізі бұл біздің келешек ұрпағымыздың келешегі. Бізді де таныстырған осы темір жол тұрабы, дейді Үсентай ағамыздың жары Күлән апай. Қазірдің өзінде ол 4 баладан 6 немере сүйген бақытты әже. Астанаға келгенімізде осы темір жолдың басшылардың несі сұрауы, жолдасым дос жаққа қарата жұмыс бабымен ауыстырып, елдің барлығы осы Астанаға тартып көшкенде бізде сол елмен бірге бізде көшіп келдік. Ғұмырын еңбекке арнаған ата-ана үшін болашақты айқындайтын тарихи оқиғаға үн қосу аса маңызды. Нұргүл Сағитқызы, Дәулетхан Мұратұлы, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.